Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Домбыра ұлттың үні, халықтың жаны. Ал күйші сол жанды сөйлеткен шебер. Күйшінің өнерін бағалайтын халық. Ендеше ұлттық домбыра күніне орай дайындаған суретті сауалнамамызға қала тұрғындарының жауабын тыңдап көрелік. Сәлеметсіз бе, сауалнамаға жауап бересіз бе? Сәлеметсіз ба? Сауалнамаға жауап беруге қалай қарайсыз? Жақсы, сәлеметсіз бе, сауалнамаға жауап бересіз бе? Сәлеметсіз бе, сауалнамаға жауап бересіз бе? Сәлеметсіздер ме? Асықсыздар ма? Жақсы, рахмет. Ал, тыңдай қойыңыз. Бұл кім екен? Ой, есіме түспей тұрғандай. Атыраудың домбырашысы. Иә. Атын қалып тұрып. Сәлеметсіз бе? Сауалнамаға қатысуға қалай қарайсыз? Ендеше таңдай қойыңыз. Есіміңіз кім? Алия. Алия. Сізге ұлттық домбыра күні деген суретті сұрақ келді. Ендеше сұраққа удачи дейсіз ба? Иә, сәттілік тілеймін. Сұрақты оқи қойыңыз. Елімізде ұлттық домбыра күні қай жылдан бастап және қай күні тойланады дейді. Елімізде ұлттық домбыра күнінен жалпы хабарыңыз бар ма? Иә, бар. Бізде ауқымды түрде өткізуге тырысады. Қай шараны болмасын, біздің мамандарымыз, например. Мысалы, 1000 адамдық домбыра тарту, күй тарту сынды, флешмоб сынды көріп жүріп жас балдар бар. Мен атам да қатысқан негізі. Папам да қатысқан оған. Енді бұл сұрақтың жауабы қателеспесем 2018-ден бастап. Дұрыс айтасыз. Әлия ханым, құттықтаймын, сіз сұраққа дұрыс жауап бердіңіз. Көп рахмет. Ендеше мына музей атынан барлық отбасымен музейге деген тегін абонементке ие болдыңыз. Жұмыстарыңыз жүре берсін, еңбектеріңіз елене берсін. Ұлттық домбыра күнін ұлықтап, осындай не ұйымдастырып жатқандарыңызға көп рахмет. Үлкен жұмыс қой, былайша айтқанда. Именно біздің ұлттық құндылықтарымызды дамыту жағынан өте үлкен жұмыстар. Жақсы болды. Рахмет, көп рахмет сізге де. Келіңіздер музейге. Сіздер келіңіздер, баршаңыз. Сау болыңыз. Сұрақты оқи ғой. Домбыраның құрылысын айтып бере аласыз ба? Аттарын білмеймін, бірақ қандай. Сәлеметсіздер ме? Сауалнамаға қатысуға қалай қарайсыздар? Ұлттық домбыра күніне байланысты. Есіміңіз кім? Менің есімім Карим. Карим? Иә. Сіз таңдайсыз ба? Жақсы, таңдай қойыңыз. Домбыраның құрылысын айтып бере аласыз ба? Білгенімше, бұл тиек деп айта алады. Екі шегі бар. Осы мына жағы құлағы және мынау мойны деп саналады. Мына жағы білмедім. Жақсы. Бұл жері шанағы. Иә, мына шанағы. Бет тақтай деп аталады. Бет тақтай. Иә. Жақсы, жарайды. Көп рахмет сауалнамаға жауап бергеніңіз үшін. Ал сіз домбыра тарта аласыз ба? Жалпы тартып білемін, өзім самоучкамын. Жақсы, ендеше бізге домбыра ойнап бере аласыз ба? Иә, қазір ма? Иә, қазір. Қандай шығарма орындайсыз? Ерке соқым ойнайын. Ерке соқым. Күйге келтіріп алыңыз. Керемет. Рахмет, Карим. Рахмет. Құтты болсын. Бұл күйші Айгүл Кенбаева ма? Бәрекелді. Түрік күйші домбырашы Айгүл Кенбаеваның туған жері. Осы Атырау облысының жақын орналасқан. Тағы бір подсказка берейін, осы алаңда тұрмыз ғой. Иә, дұрыс айтасыз. негізі ойлап тұрдым, бірақ ол емес шығар деп ойладым. Есіміңіз кім болады? Есімім Әсем болады. Қуаныштымын. Біздің музейдің ұйымдастырған сауалнамасына қатысып, алтын уақытыңызды бөлгеніңіз үшін көп рахмет. Құттықтаймын. Достарыңызбен келіп, музей аралауға шақырамыз. Сәлем балалар. Амансыңдар ма? Есімің кім? Данабек. Бірінші кім екенін айта ғой. Құрманғазы. Құрманғазы, иә. Құрманғазы Сағырбайұлы, иә? Құрманғазы Сағырбайұлы. Күйші. Ұлы күйші Құрманғазы Сағырбайұлына арналған ескерткіш қаламыздың қай жерінде орналасқан? Ал. Азаттық жақта орналасқан. Неде Агила торговый центрге қарама-қарсы. Иә. Арбатта. Дұрыс айтасыз. Данабек, біздің осы сауалнамамызға жауап беріп, атсалысқаныңыз үшін көп рахмет. Музей атынан шағын сыйлығымыз бар. Құтты болсын. Достарыңызбен бірге музей аралауға келіңіз. Рахмет, сау болыңыздар. Сура ғой. Кім екенін айта аласың ба? Так, Нариман Кенбаевпыз ба?
жоқ, дұрыс емес. Бұл Қаршыға емес пе екен? Қаршыға күйші. Жоқ, Қаршыға Ахмедияр емес. Кім екен? Ал ойлап көрейік кішкене. Бұл кім ғой ана? Әзидолла Есқалиев. Есімің кім? Санжар. Санжар, сұраққа дұрыс жауап бердің. Ендеше суретті сұрақтың екінші бетінде сұрақ бар, соны алып оқи ғой. Бұл күйші қай ауданда дүниеге келді екен? Әзидолла Есқалиев, білесіздер ма? Қандай аудан? Жылой ауданы. Жылой? Жоқ. Махамбет? Махамбет па? Жоқ. Енді? Жоқ. Исатай ма? Исатай? Жоқ. Құрманғазы ауданы. Дұрыс айтасың, Санжар, тағы да дұрыс жауап бердің. Қол соғып қошеметтеп қояйық. Сұраққа дұрыс жауап берген балаға сыйлықты ұсынсам қарсы емессіздер ме? Санжар, музей атынан барлық достарыңмен музейге келуге осындай абонемент ұсынамын. Достарыңмен бірге тегін кіресің музейге. Құтты болсын. Танып тұрсыз ба? Танып тұрмын. Айта қойыңыз ендеше. Қаршыға Ахмедияров қой. Дұрыс айтасыз. Қазақстанға еңбек сіңген қайраткер, композитор, күйші. Өте керемет. Сазгер, домбырашы, күйші Қаршыға Ахмедияровтың шын есімі кім? Иә. Мына біздің балықшы жаққа кетіп жатқан центральный көше, сол сөзде көше ғой, Қаршынбай Ахмедияров. Бәрекелді. Дұрыс таптыңыз. Есіміңіз кім? Абай болады есімі. Абай аға, көп рахмет осы сауалнамамызға дұрыс жауап беріп атсалысқаныңыз үшін. Ендеше сізге осындай музей атынан шағын сыйлығымыз бар. Тегін кіруге абонемент. Құтты болсын. Рахмет, сау болыңыз, сіздерге де жұмыстарыңыз жемісті болсын, дендеріңіз сау болсын, аман жүріңіздер қай уақытта да. Көп рахмет. Әмин, айтқаныңыз келсін, тілегіңіз қабыл болсын. Бұл кім? Бұл Дина Нұрпейсова күйші апамыз. Бұл және Құрманғазы атамыздың шәкірті болған. Дұрыс айтасыз. Қазаққа танымал. Өзінің неше түрлі күйлері бар, шығармалары бар. Қандай күйлерін білесіз? Күйлерін атап кетсем, бұл Байжұма, Ана аманаты, Жеңіс, Тойбасар секілді күйлері бар. Дұрыс, жарайсыз. Ал, домбыра шертіп білесіз бе? Білем. Білесіз бе? Балбырауым. Деу шіркін. О, жарайсың. Есімің кім? Әділет. Домбыраңды тартып, өнеріңді көрсеттің. Рахмет.